Оқулық 2-ші сыныптың дүниетануы. Бүгін қызыма сабақ оқытып отырып, мына дүниеге көзім түсті. Менің ата тегім. Ата-ана, ата тек бір-біріне мағынасы жақын сөздер. Олар ата сөзінен шығады. Атадан отбасын бірнеше тегі тарайды. Олар ұрпақ деп атайды. Жарайды, ол түсінікті. Енді Арман мен Дәуреннің ата тек бәйтерегі деп ағаштың суретін қойыпты дағы. Ол жерге ата, әже, әке, ана, Арман, Дәурен депті. Енді ата тек дегеніміз ол 7 атамыз ғой. Әке, бала, әке, ата, арғы ата, тек ата деп жаңа 7 ата кетеді. Сол секілді жаңағы баланың есімі, яғни 7 ата. Бала, оның әкесі деген секілді. Енді бұл жерде бұл Арман мен Дәуреннің ата тек бәйтерек емес, отбасы суретіне, яғни отбасы бәйтерегіне көп ұқсайтын сияқты. Енді жұмыс дәптерінде осыған ұқсас тапсырма құрастыр делінген. Ата-ананың көмегімен өз отбасының ата тегін бәйтерек ағашына орналастыр, олардың суретін қой және есімдерін жаз. Енді бұл жаңа оқулықтағы тапсырмаға ұқсатып, өзінің жаңағы әжесі болса, әжесінің, атасының, әкесінің, анасының, бауырларының суретін орналастырып, ата тек бәйтерегін жаса деген ғой. Бірақ енді логикаға сыймайды бұл жерде. Ата тек дегеніміз 7 ата дедік. Біз мына жерде 7 атамыз жаздық. Бірақ әкеміздің суретін табамыз, атамыздың суретін табамыз, арғы атамыздың суретін табамыз мүмкін. Одан кейінгі аталарымыздың суретін қайдан табамыз? Мысалы, қалай алсаң да логикаға сыймайды. Құрметті осы кітапты басып шығарған баспа және құрастыруға қатысқан авторлар осыны ойластырып жатып, неге қателікке жол берді екен деген сұрақ.